Мәсіхшілік сенім, тарихи сенім және ол тарихи тұрғыдан зерттелуі керек. Дегенмен, көптеген адамдар Мәсіхтің өлімнен қайта тірілуі туралы шындықтан тарихи деректерді тексеріп зерттегендіктен емес, керісінше олар өздерінің шынайы және шындық деп есептеген болжамдарына бола одан бас тартады. Зерттеушілердің Австралияға алғаш рет барғанын бұған жақсы мысал ретінде қарастыруға болады. Олар бір жануарды көріп қалады. Сізге айтайын, сол жануар олардың жануарлар туралы ойлаған барлық пікірлеріне қарама-қайшы болады. Қалайша? Бұл жартылай суда тіршілік етуші, сүт қоректі жануар болатын. Бірақ үйректікіндей жүзу торсылдағы бар. Жұмыртқа салатын және оның аяқтары жалпақ еді. Ал бұл олардың жануар туралы не жануардың осылай болуы мүмкін деген нанымдарына толықтай қарама-қайшы болды. Содан бұл ғалымдар Англияға қайтып келгенде оларға ешкім сенбеді. Неге? Себебі олар өздерінің шындық туралы болжамдарына сүйеніп, зерттеушілердің ұсынылған дәлелдерін қабылдамай қойды. Сонымен ғалымдар не істеді деп ойлайсыз? Дұрыс айтасыз. Олар Австралияға қайта барып әлгі жануардың біреуін Англияға алып келеді. Енді ғалымдар осы жануарға қарап, оның тұмсығынан ұстап, мүмкін олар мына тұмсықты желімдеп қойған шығар деп, тағысын тағы сылтау іздеп, ақырында бұл шындық деген қорытындыға келеді. Ал сіз сол жануардың қалай аталатынын білесіз бе? Үйрек тұмсық. Көріп отырсыз ғой, әуел баста олар өздерінің шынайылық туралы жорамалдарына байланысты шындықты қабылдамады. Мәсіхшілікті зерттегенде маған да сондай қателікті жіберуден сақтану керек болды. Сондықтан да мен дәлелдемелердің өзіне оқиғаның болғаны не болмағаны, оның шындық не жалған екені туралы сөйлеуіне куәліктің өзіне жол бердім. Және мен осылай істегенімде үшінші күні Иса Мәсіхтің өлімнен қайта тірілгені және оның Иса Мәсіх туралы тарихи дәлелдерге және деректерге және шындыққа негізделгені туралы шынайы қорытындыға келдім.